Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Қызылорда облысы Арал қаласы, Арал индустриалды техникалық колледжі, математика пәнінің оқытушысы Түлімбетова Жадыра Қырғызбайқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы пирамида және оның қасиеттері. Сабақтың мақсаты пирамиданың анықтамасы және жалпы қасиеттермен таныстыру, есептер шығару дағдыларын қалыптастыру, кеңістікті елестету арқылы бейнелеу дағдыларын талдау жасай білу, жалпылау, жүйелеу және қорытынды жасай алу біліктерін дамыту. Білім алушыларды белсенді танымдық іс-әрекетке жұмылдыру арқылы пәнге деген ынтасын, қызығушылығын арттыруға, кәсіби бағдар беруге мүмкіндік туғызу. Пирамида дегенде ең алдымен біздің ойымызға Египет пирамидасының оралатыны рас. Египет пирамидасы әлемдегі жеті кереметтің ең ғажайыбы. Осы бір ғажайып дүниенің қалай салынғандығы туралы сұрақ көпшілікті мазалайтындығы рас. Сұраққа жауап ретінде келесі бейнежазбаны назарларыңызға ұсынамын. Адам тұрғызғаны рас па? Хеопс пирамидасы салынғалы бергі 4000 жыл бойы осы бір сұрақ адамзатты толғандырып келеді. Ол туралы аңызда көп. Осыншалық алып дүниені адам салу мүмкін емес деп күмәнданатындар да кездеседі. Біреулері жындар салған болуы ықтимал десе, біреулері бұл жер бетінде болған басқа өркениеттің белгісі дейді. Енді бірі жоқ, мұндай кереметті бөтен ғаламшардан келгендер салған деген болжамдарын ұсынып бағады. Неге болай? Себебі бүгінге дейін және технология дамыған қазіргі заманда да дәл осындай теңдессіз құрылысты адамдар әлі өз қолымен сала алған жоқ. Мысалы, 1989 жылы Париж қаласындағы Лувр мұражайының жанына салынған сәулетші Пейдің шыны пирамидасының биіктігі 22 метрден аспайды. 1972 жылы ақш-тың Сан-Франциско қаласында пирамидаға еліктеп салынған халықаралық штаб-пәтердің алып құрылысы бар. 48 қабаттан тұратын ғимараттың биіктігі 260 метр болғанымен көлемі Хеопс пирамидасының жартысына жетпейді. Сондықтан да Хеопс пирамидасы адамзат тарихындағы жеті кереметтердің бірі. Пирамидалар қалай салынды? Ең әуелі пирамидалардың өте дәлдікпен салынғаны таңғалдырады. Соншама көп тастардың қандай жолмен өңделіп, қалай жеткізіліп, қалайша қаланғаны да жұмбақ. Геометриялық орналасуы да ғажап. Оның төрт жағы дүниенің төрт бұрышына бағытталған. Бар жоғы 8 минуттық ауытқу байқалады. Ал Хеопске көрші 143,5 метрлік биік Хафр пирамидасы. Келесі 65 метрлік Менкаур пирамидасы. Үшеуі биіктен қарағанда батысқа қарай дәл өлшеммен шұбырта бағытталып салынған. Пирамидаларды салмас бұрын оның тұратын орны тегістелген. Мінсіз тегістеу үшін құрылыс алаңына су жіберілген. Құрылыс алаңы дымқылданып, жібіген соң торкөз жыралар қазылған. Жыралардың тереңдігі бірдей болу үшін арнайы таяқтармен өлшеп теңестіріп отырған. Су тартылған кезде жыраларда шамалы су қалдырылған. Осылайша судың көмегімен жібітілген тасты қыртыстарды түгел тегістеген. Арада 4000 жыл өтсе де пирамидалардың сырға толы жұмбақ құпиясы әлі толық ашылған жоқ. Ғалымдар арасында ашылмай қалуы мүмкін деген жорамал да жоқ емес. Бейнежазбада көріп тұрғандарыңыздай, төрткүл дүниеге төрт жағымен қарап тұрған, төрт бұрышы бір нүктеде түйіскен алып құрылыс пирамида. Егер пирамиданы қағаз бетіне түсіретін болсақ, біз мына түрде түсірген болар едік. Пирамида дегеніміз бір жағы кез келген көп бұрыш, ал қалған n жағы төбелері ортақ үш бұрыштардан тұратын көп жақ. Аталған көп жақтар пирамиданың табаны, ал төбесі бар үш бұрыштар бүйір жақтары, бүйір жақтарының бірігуі бүйір беті, бүйір жақтарының ортақ қабырғалары бүйір қырлары деп аталады. Бүйір қырларының ортақ төбесі пирамиданың төбесі деп аталады. Төбесінен табан жазықтығына түсірілген перпендикуляр пирамиданың биіктігі деп аталады. Табанының төбелер санына байланысты пирамидалар 4 бұрышты пирамида, 5 бұрышты, 7 бұрышты болады. Егер табаны дұрыс көп бұрыш болып, төбесінің проекциясы табанның центріне дәл түссе, онда пирамида дұрыс пирамида деп аталады. Дұрыс пирамиданың бүйір жағының пирамида төбесінен түсірілген биіктігі пирамиданың апофемасы деп аталады. Яғни берілген сызбадағы ПК кесіндісі пирамиданың апофемасы болып табылады. Пирамиданың төбесі арқылы өтіп, табанымен қиылысатын жазықтықтар мен қималары үш бұрыштар болып табылады. Бүйір қыры мен табанның диагоналы арқылы өтетін қиманы пирамиданың диагоналдық қимасы деп атайды. Яғни берілген сызбадағы BSD үш бұрышы диагоналдық қима болып табылады. Есептер жинағындағы 8-ші есепке назар аударайық.
Пирамиданың табанының бүйір қабырғасы 10 см, табаны 12 см болатын тең бүйірлі үшбұрыш. Бүйір жақтары табан жазықтығымен 60 градусқа тең екі жақты бұрыш жасайды. Пирамиданың биіктігін табыңыз дейді. Яғни пирамиданың табаны тең бүйірлі екені айтылған. САО бұрышының 60 градусқа тең екені айтылған. СО-ны, яғни биіктікті табуымыз керек. Биіктікті табу үшін АО қабырғасы үшбұрыштың ауданының периметріне қатынасына тең екенін айтылған. Үшбұрыштың ауданының Герон формуласын қолданып тауып аламыз. Яғни бізде АО қабырғасы 3-ке тең болды. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының тангенсі қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасына тең. Яғни осыдан біз СО-ны биіктікті табу үшін АО қабырғасына тангенс 60 градусты көбейтеміз. СО тең болады 3-3 см-ге. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, терең ойдың түбінде теңізі бар, тесіле көп қараса көңілі қар деген Абай атамыздың сөзімен аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.